Сәлем қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода біз жалпы адамдармен қарым-қатынаста біз жіберіп жүрген белгілі бір қателіктер туралы сөйлесетін боламыз. Және де бұл видеоны мен өзім боянып отырып жасамақшымын. Себебі дәл қазір жаңа бір видео түсіруге барамын, студенттермен сабақ түсіруге барамын. Сол себепті мен білем, ютубтағы оқырмандарым пайда болды, және де менің каналымдағы жаңа видеолардың тезірек шыққанын күтіп жүр деген сияқты сол жаңағыдай хаттарды көргеннен кейін өзім ойладым, жоқ, мен тез жаңа видео жазым керек деп. Және де мен үшін негізі бұл әлемде ең актуалды тақырып адамдармен қарым-қатынас. Себебі мен белгілі бір жеткеннен кейін түсіндім, өзімнің өткеніме анализ жасай келіп ойлағаным мына нәрсе болды да. Негізі адам бай болу үшін, бақытты болу үшін оның адамдармен қарым-қатынасы дұрыс болу керек, жақсы болу керек, добры болу керек, басқа демеймін, міндетті түрде дұрыс қарым-қатынас құрып үйрену керек деп. Және де сол қарым-қатынас құруда біз негізі көп қателіктер жібереміз, және де сол нәрселер бізді шынымен де бақытсыз етеді, бай етпейді деген сияқты. Өйткені байлыққа жеткісі келетін адам, жақсы өмірге, жетістікке жеткісі келетін адам түсіну керек, адам бір өзі құр қара басы болып, жаңағыда байи алмайды, жақсы өмірге жете алмайды. Неге? Өйткені сені жақсы өмірге жеткізетін, көп ақшаға жеткізетін, ол жолда сенің мақсатыңа ортақтаса жұмыс жасай алатын адамдар да. То есть мен ғана бұл әлемде деп ойлаудың қажеті жоқ. Және де осы жерде қандай қателіктер адамдар көбінесе жіберіп жатады, сол туралы сөйлесейік. Түсініңіздер, адам байлық деп есептейтін болсақ, или адам жетістік деп есептейтін болсақ, ортадағы көпір ол адамдармен дұрыс қарым-қатынас. Жалпы осы қарым-қатынас туралы негізі сіздерге өткен видеоларда мен Дейл Карнегидің адамдармен қарым-қатынас туралы, дос табу туралы, ораторлық өнер туралы кітаптарын ұсынған болатын. Жалпы Карнегидің маған кез келген кітабы қатты ұнайды. Өзім студент күнімнен сол кітаптарды оқығаным, бірақ одан кейін де мен айтпаймын, тек сол кітаптың желісімен жаңағыда өмір сүріп жатырмын деп, белгілі бір өмірлік жаңағыдай тәжірибелер мені сондай бір деңгейге алып келді. Мен қазір ешқандай адаммен өзім шынымен де осылай анализ жасайтын болсам, ешқандай адаммен араздығым жоқ, конфликт жасамаймын. Конфликттан максимально қашамын. Және де қалай жалпы сондай адамға айналуға болады? Ешкіммен конфликт жасамайтын, адамдармен қарым-қатынасы жақсы, соның әсерінен ол жетістікке жақсы жететін және де бақытты бола алатын. Себебі білесіздер, конфликт деген өте көп энергиямызды алып қояды. Адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасай алмау ол сенімсіздік, ол қорқыныш, ол жаңағыдай өзіңді төмен сезіну, немесе қате айтып қоямын деп ойлау, өте көп қорқыныштарына адам белгілі бір себептердің кесірінен адамдармен дұрыс қарым-қатынастан қашады. Ол кез келген қарым-қатынас, достық болсын, әйел мен күйеуінің арасындағы, студент мен ұстазының арасындағы, жалпы кез келген қарым-қатынас. Ең бірінші кезекте мен адамдармен қарым-қатынаста сіздерге мына бір кеңесті айтып кетейінші. Адамдармен қарым-қатынаста ешқашан ат құйрығын кесіспеңіздер. Біз ойлаймыз енді, қарапайым адам болғаннан кейін, дәл қазір кімсің сен, өмірің соңына дейін сол адам болып қалмайсың ғой, өмірің кез келген уақытта өзгеріп кетуі мүмкін, и сен өкінуің мүмкін да, мен сол кезде неге олай жасадым екен, неге осы адаммен ондай қарым-қатынас жасадым екен, өйткені ол адам ертең күйеуіңнің туысқаны болып шығуы мүмкін, немесе ол адам болашақта сенің жаңағыдай студентің болып шығуы мүмкін, немесе болашақта құдағиың болып шығуы мүмкін деген сияқты адам мен адамның күні келеді алдына. Және сол кезде ұялмау үшін, сол кезде өкінбес үшін, сол әрекетіне адамдармен мүлде ат құйрығын кеспеңіздер, жаман нотада. Яғни ешқандай адаммен связіңді түпкілікті үзіп тастаудың қажеті жоқ. Мысалы да, бұл адам маған керек емес. Бұл адаммен точно екінші күнім түспейді деп ойлаудың қажеті жоқ. Өмір домалақ, кез келген адаммен қайтадан қарым-қатынаста болуы мүмкін. Құдайдың өзі алдыңа алып келіп қоюы мүмкін. Сол себепті ойлаңыздар, ол нәрседен бас тартыңыздар. Мүлдем адамдармен ат құйрығын кеспеңіздер, жаман нотада. Мысалы мен осыдан енді бұрындары журналистикада оқыдым деген сияқты адамдармен, білмеймін, сол кездің өзінде сол кітаптарды оқығаннан кейін бекен адамдармен ешқашан араздыққа келмедім, конфликт жасамадым, барлық адаммен жақсы нотада қоштастым деген сияқты, тіпті қоштаспадым десем де болады, бәрібір де белгілі бір байланысты сақтап қалдым. Соның арқасында мен қанша жыл өткеннен кейін блог жүргізіп бастадым, өзімнің курсым пайда болды. И мен қазір қарасам, менің курсымды алатын адамдар, менің курсымнан өтетін адамдар көбінесе сол журналистикада оқып кеткен таныстарым екен. Түсінесіздер ме? То есть сол кездегі адамдар әлі күнге дейін мені танып, сол кезден сенім білдіріп, егер мен сол кезде ол адамдармен бір араздық болса, немесе бір жаман қылып өзімді көрсетіп, солай кеткен болсам, ол адамдар менің клиентім бола алушы ма еді? Менің дүкенімнен немесе менен білім алушы ма еді деген сияқты.
сол себепті адамдармен мүлде қарым-қатынас бұзбаймыз. Бұл бір. Екіншісі, басқа біреу ойымды оқиды деп ойлау. Біз көбінесе қарым-қатынаста, әсіресе әйел мен күйеуінің қарым-қатынаста, достармен қарым-қатынаста менің ойымды анадам оқиды деп ойлаймыз. Неге ол адам түсінбейді деп, ол адаммен болып жатқан бір нәрсені мына жақта үшінші адамға айтып, міне осылай жасаудың мүлде қажеті жоқ сияқты. Менің көп жаңағыдай бір достарым енді маған жаңағыдай сондай бір өздерінің конфликттары туралы айтып бастаған кезде мен ойлаймын, неге ол адамның өзімен сөйлеспеске, мен не шешем деп ойлаймын. Сол себепті мен ол адамға сразу осы жауабымды айтамын, мен ештеңе шешпеймін, давай сен сол адаммен сөйлес деген сияқты. Өйткені көбіміз ойлаймыз, біз ана адамға ренжіп жатамыз, өзіміз, бірақ ол адам мүлде түсініп жатқан жоқ та сенің ойыңды. Сол себепті адамдарға просто осы нәрсені ойланып алыңыздаршы, адамдарға өзіңнің ойыңды айтып үйрен. Жаман, мына нәрсе маған ұнамайды деп байланысқа шақырып үйрен. Және де осы жерде келесі бір пункт шықсыншы, WhatsApp'та шешу. Міне осы нәрсені мен түбегейлі өмірімне алып тастағам. Қазір мысалы менің командам бар, мен адамдармен жұмыс жасаймын, және де білем, көп адамдар проблемасының барлығын WhatsApp'та отырып шешіп тастауға тырысады. Бірақ WhatsApp деген нәрсе адамның көп эмоциясы желініп қалатын жері. Өйткені біз осылай сөйлеген кезде өте көп нәрсе айтамыз да, ал WhatsApp'та жазған кезде ол бір-екі сөйлем болып түседі, демек көп эмоция жоқ болып кетеді ана жерде. Сенің басқаша айтқың келген нәрсені ана адам басқаша түсініп, одан ары кетіп қалуы мүмкін ол нәрсе. Мейлі күйеуіңмен болсын, мейлі әйеліңмен болсын, мейлі досыңмен болсын, студенттермен болсын, кіммен болса да WhatsApp'та проблема шешпейміз. WhatsApp'та шешу ол қарым-қатынасты құртады деп ойлаймын. WhatsApp'та по делу сөйлесу керек. Жаңағыдай жұмысыңа шынымен де бір нәрсе қажет болып тұрған кезде деген сияқты да. Жаным күнім деп мысалы, ананы алып беріп жіберші, мына жаққа қойып қойшы деген сияқты, ұмытып кетпе деген сияқты. Қалың қалай? WhatsApp деген вообще ағылшынша, сол қалың қалай, что нового деген сөз ғой негізі. Біз бірақ ол жерде дұрыс емес мақсатта пайдаланамыз. Сол себепті мүлде WhatsApp'та проблема шешпейміз, не істейміз? Бірден ол адамды либо видеозвонокқа шақырамыз, немесе шын өмірдегідей кездесуге шақырамыз. Міндетті түрде адам бір-бірінің түрін көріп, эмоциясын көріп отырып сөйлесетін болса, ол конфликтті 80%-ке азайтады. Одан кейінгі біз жіберетін қателік ол жалпы өзіміздің қателігімізді мойындай алмау. Біз белгілі бір қателіктер жасаймыз. Барлығы жібереді. Бұл әлемде қателеспейтін адам жоқ шығар. Барлығы қателеседі. Мейлі сен қанша миллиард кітап жазып тастаған үлкен бір ғұлама болсаң да, сен қателесесің бұл әлемде. Және де қателігіңді мойындай алмайтын болсаң, сен адамдармен қарым-қатынас құра алмайсың. Өйткені адамдар жақсы адамдарды, мейірімді адамдарды жақсы көрмейді, шынайы адамдарды жақсы көреді. Шынайы, шынын айта алатын, мойындай алатын. Өйткені қарым-қатынасқа түсу деген мойындай алу, кейде шыныңды айта алу, мейлі ол қанша жерден қате болып тұрса да. Мен мысалы мойындаймын, үнемі мойындаймын. И осы нәрсе мені адамдармен дұрыс қарым-қатынасқа алып келеді шынымен. Қалай мойындаймын? Мойындағанда мен осындаймын, мен ужаснымын, кешір дей салмаймын. Мен үнемі өзімді белгілі бір мойындау кезінде жаңағыдай не үшін олай екенін бәрін түсіндіріп беремін. Себебі алдыңдағы адамды тупой деп ойлаудың қажеті жоқ. Кез келген адам кез келген нәрсені түсінетін егер негізі дұрыстап айтып жеткізетін болсаң. Одан кейінгі пункт ол өз границаңды бекіте алмау. Біз көбінесе, мысалы мен бір подружкаларым айтады да, маған енем өйстіп айтады, маған анда көршім өйстіп айтты, даже маған подписчиктарым осылай айтады деген сияқты өзінің проблемасын бекітеді. Білесіздер ме, кімдерге адамдар көбірек кеңес айтады? Воротасы ашық адамдарға. Үйінің есігін, өзінің границасының есігін бұлай айқара ашып қоятын. Демек ол қалай, ол қалай екенін түсіндірейін. Мысалы сен өзің адамдардан сұрай бересің, ана рубашка қалай тұр, шашым қалай, әдемі ба, сторис салдым көрші қалай екен, әдемі ба деген сияқты өзіңнің нақты, маған мына нәрсе әдемі тұр, мына сторис нормальный деген сияқты пікірің жоқ. Сол себепте адамдардан өте көп нәрсе сұрайсың, өте көп шындығыңды, ішкі дүниеңнің бәрін, бүкіл процестің бәрін, күйеуіммен бүйтіп жатырмыз, анаумен ұрсып қалдым деген сияқтың бәрін өзің айтасың. Өзің айту арқылы воротаңды ашып қоясың, границаңды, шекараңды, жеке шекараңның есігін ашып қоясың. Есігі ашық адамға любой адам кіріп, сенікі онша емес, сенікі дұрыс емес деп айтып кете алады. Түсініңіздер ғой? Сол себепті бізге воротамызды жоғарылату керек, заборларды выше ұстау керек. Егер шынымен де адамдардың саған ондай бір кеңестерін тықпалаған қаламасаң. Мен мысалы өзімнің өмірімде осы нәрсені енгізгелі, өмірім күшті болып кетті, потому что ешкімнен ондай нәрсе естімеймін. Жаңағыдай кеңес, артық бір өмірім и так қаншама нәрсе, қаншама ақпарат бар.
тем более мен ол адамдардан сұрамадым деген сияқты, иә, сұралмаған советті маған айтпайды. Өйткені мен өзімнің заборларымды биік ұстаймын. Адамдардан қажетсіз бір кеңестерді сұрай бермеймін өзімнен өзім, немесе өзімнің өмірімде болып жатқан бүкіл ішіндегі шикілік, проблема, тағы бір қуаныш бәрін айта бермеймін. Айтатын нәрсенің өзінің шегі бар. Адамдар да маған сол себепті кез келген кеңесін айта бере алмайды, өйткені ол беріледі, адамның аурасы болады. Бір адамдарға сен бүйтсей, осылай істе, мынаны былай жаса деп айта аласың, бір адамдарға ол нәрсені айта алмайсың. Неге? Ол адамның заборы биік. Ол адам өзінің сондай шекарасын бекітіп тастаған қалай? Өзі онша сұрамайды, сол себепті адамдар оған айтпайды. Бір адамдар не деп айтады, қазақша ләкілдеп деп айтады ғой, әркімнен әр нәрсені сұрап, әркімге бірінші кездескен адам кейде өмірбаянын бәрін айтып тастаған кезде мен в шокке боламын. Бәрін жамандап, солай жасаған кезде. Мен түсінемін, ондай адамдарға ештеңе айтуға болмайды, себебі ол сен туралы да солай айтуы мүмкін деген сияқты. Одан кейінгі ол қабылдай алмау, өзгертуге тырысу. Адамдарды кейде біз қабылдай алмаймыз. Біз өзіміз осындаймыз, бізді ешкім өзгерткенін қаламаймыз да. Біз неге маған сен олай айтасың, мен өзгере алмаймын, мен осындай адаммын дейміз да. Бірақ біреулердің бір минустарын қабылдай алмаймыз. Неге ол ондай, неге ол маған осылай айтады, неге ол олай өмір сүреді, неге осындай нәрсені жасайды, осындай бір әрекет неге жинамайды, неге күліп сөйлейді, неге күлмей сөйлейді деген сияқты біздің адамдарға тағатын мініміміз көп. Яғни біз қабылдай алмаймыз. Біз анамызды қабылдай алмауымыз мүмкін, біз папамызды, күйеуімізді, балаларымызды қабылдай алмауымыз мүмкін, досымызды, иә, ол сондай, ол сөйтеді деген сияқты. Кез келген қабылдай алмау, ол осуждение, адамды осуждать ету. Яғни біз адамдарды өзінің болмысымен қабылдай алмаймыз да. Құдай қалай жаратты. Осы жерде мынадай бір лайфхак бар. Бір адамдарды, мысалы, өмірде жаман адам болады, ол нормально. Себебі оны Құдай сөйтіп жаратқан, жалпы. Құдай жаратқан, и ол өмірдің белгілі бір жаңағыдай сынақтар бар, басқалары бар, өмірінде белгілі бір ситуациялар болып, ол сондай адамға айналған. Өтірік айтатын шығар, может басқа шығар деген сияқты, иә. И біз ол адамға олай қарауға болмайды, өйткені олай қарамау үшін былай жасаймын. Бір кездері осы бір лайфхакты үйренген едім, содан бері өмірім шынымен жеңілдеді. Мен қашан адам оның алдында Құдай деп қараймын, сол кезде мен ол адамға ешқандай мін таға алмаймын, өйткені жаратқан Құдай ғой. Солай ғана мен өзімді басады екенмін, солай ғана мен ешкімді жаңағыдай даттамаймын, ешкімнің еш нәрсесін айтпаймын, неге ондай адам ужасно, ондай адам болуға болмайды деп, тем более осуждать етпеймін, тем более оны бір кісімен бірге сөкпеймін. Енді, возможно, сіздер бұл нәрселер мені қалай байытады, мақпал түсінбедім деп отырған шығарсыздар. Себебі біз адамдар өмірде болмайтын бір мусорларға өте көп фокусымызды қоямыз. Мысалы, адамдармен конфликтқа, оларды қабылдай алмауға. Хотя күніне бізге Құдай 100% қана ресурс береді. Біз оны қай жерге жұмсап жатырмыз, иә? Егер 100%-тің бәрін шынымен де өзімізді дамытуға, өзімізді белгілі бір әрекетке алып келуге, өмірімізді жоспарлауға, айымызға мақсат қоюға, әдемі қарым-қатынастарға, күшті бір уақыт өткізуге, демалуға, кітап оқуға, подкаст қарауға жұмсайтын болсақ, біздің өміріміз ана 100% ресурсты біз дұрыс жаққа жұмсау арқылы байи алушы едік, өмірімізді жақсарта алушы едік, бақытты бола алушы едік. Бірақ біз мусорға көп фокусымызды қойып жібереміз, иә, мысалы, жаңағыдай конфликт, немесе бір адамды қабылдай алмау, оны өзгерту, оны еще басқа біреумен барып өсектеу. Сол кезде біз шынымен де өзіміздің ресурсымызды 80%-ін анда жұмсап тастаймыз. Ал жұмыс істейін десек, өмірімізді жоспарлайын десек, біз оған сенбей тұрамыз, немесе біз оған шаршап қаламыз, өйткені 20 ғана процент қалды. Одан кейінгі біздегі пункт ол адамның аты, ол үшін ең қымбат нәрсе. Біз адамдармен қарым-қатынаста белгілі бір нәрселерді ұмытып кетеміз, маңыздылығын ол адаммен қарым-қатынаста. Адамдармен қарым-қатынаста оның атын атай алу мен үшін бірінші орында. Неге? Өйткені адамның аты ол үшін ең қымбат нәрсе. Бір адамға саған не ұнайды дегенге қарағанда, Айгүл саған не ұнайды, или Мақпал саған не ұнайды, сенің атыңды, мысалы, сенің атыңды атайтын болса, сен уже белгілі бір деңгейде жібейсің, және де ол адамның деңгейіне түсесің. Яғни ол адаммен қатынасқа түсе аласың, сөйлесе аласың ары қарай. Тіпті мен мысалы блог жүргіземін, және де блог жүргізуге, блогпен сатуға адамдарды үйретемін, иә. Сол кезде айтамын, адамдардың атын атау сенің бірінші жұмысың. Мысалы, менің студентім маған сұрақ қояды: Мақпал ханым, мен осы жағдай бүгін сторисқа не саларын білмей жатырмын деген сияқты. Мен сол кезде сразу мынандай сторис салсай демеймін, Айнұр, сізге осындай сторис салу керек сияқты деп айтамын. Уже ол адам саған беріліп жатқан ақпаратты, саған айтылып жатқан сөздерді басқаша қабылдайды.
жалпы адамдармен қарым-қатынасқа дұрыс түсудің жолдары негізі өте көп. Бірақ бүгін мен қандай қателіктерді жібермеу керек, қандай қателіктерді жібермеген кезде шынымен де сен дұрыс қарым-қатынас жасай аласың, және соның арқасында, адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасаудың арқасында жетістікке оңай жетесің, плюс сен бақытты өмір сүре аласың. Сол себепті адамдармен әдемі, достық, жылы қарым-қатынасымызды үнемі сақтайық. Ал егер саған видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк қой, комментарий жаз, өз пікіріңді жаз. Мен үшін әрбір пікір, әрбір лайк маңызды, өйткені мен ютубты бастап жатқаныма көп болған жоқ. Және де болашақта менен қандай тақырыптар күтесің, ол нәрсені де жазып кетсең болады. Және де инстаграм парақшамда осы жерге, және де осы видеоның астына сілтемеге қалдырып кетемін. Міндетті түрде маған тіркеліп алыңыздар. Инстаграм парақшамда көбірек блог жүргізу, оңай өмір сүру, контентпен сату туралы айтатын боламын. Все, всем пока-пока.